Сәлем достар. Бүгін 5 сыныптың Б жобасын орындайтын боламыз. Видеоларымызды ұнаватса лайк басып, комментарий қалдырып отырыңдар. Және каналға тіркеліп алуды ұмытпаңдар. Алдағы уақытта тағы да басқа да сабақтардан Б жоба салып отыратын боламын. Бүгін бізде ағылшын тілінде 5 сыныптың орындайтын боламыз. Бұнда Б жоба home and away деген тақырыпта. Яғни бізде мұнда сұрақтарды жасау керек. Бұл тапсырмалар бізге 15 минуттың ішінде орындалуға керек болады. Келесі. Яғни мұнда бізде task 1, яғни бірінші тапсырмада work in pairs, ask and answer 3 questions about the place you live in. The following words will help you to make a dialogue. Яғни астында қорапшаның ішінде берілген сөздер бізге көмектесетін болады. Яғни мұнда бізге астындағы сөздерді мен 5 сұрақ қорадым. Яғни сіздер өз қалауларыңыз бойынша басқа сұрақтар қоюларыңызға болады. Яғни do you have a big or small house? Сен үлкен или кішкентай ма? Екінші сұрақ how many rooms are there in your house? Сенің үйіңде қанша комната бар? Үшінші which is your favorite room and why? Сенің сүйікті комнатаң және не үшін екенін жазу керек. Бесінші what, яғни мұнда дот пакетті what did you like about your home? Яғни what do you like about your home? Ді артық жазылған. What don't you like? Және несін ұнатпайсың? Бесінші do you like the location of your home? Яғни сен үйіңнің локациясын ұнатасың ба? Яғни мұнда бізде сарымен берілген сұрақтар, яғни жасылмен мен оған жауаптар жаздым. Do you have a big or small house? Сенің үйің кішкентай или үлкен ба? Бірінші, I live in a small house. I have been living there since I was born. Яғни мен кішкентай үйде өмір сүремін, мен онда өмір сүріп келе жатқаныма, туғаннан бастап мен сонда өмір сүріп келе жатырмын. Екінші, how many rooms are there in your house? Сенің үйіңде қаншалықты комната бар? There are 4 rooms in my house. There are kitchen, bathroom, living room, bedroom. Which is your favorite room and why? My favorite room is my house is living room, because living room is perfect to relax, to and watch TV, play video games. Деп осылай қоссаңыздар болады. Егер видеоларым ұнаватса лайк басып комментарий қалдырып отырыңдар. Алдағы уақытта тағы да видеолар салатын боламын. Сау болыңыздар.